Баршаңызға сәлем. Бүгін ең оңай пирог дайындаймыз. Менің анамның рецепті бойынша. Қажет қоспаларды описаниеге жазып қалдырамын. Алдымен 4 жұмыртқаға шекер қосып араластырып аламыз. Содан соң айран және ас содасын қосамыз. Енді ұн қосып жақсылап араластырамыз. Қамырымыз дайын. Пергамент қағазы төселген формаға біркелкі етіп құямыз. Менде 26 сантиметрлік форма. Пирогымызды 180 градуста 30 минутқа қойып пісіреміз. Пирогымыз дайын. Түрлі қоспалармен жасалатын пирогтардан айырмашылығы жоқ. Өте дәмді болып шықты. Жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Айнура. Алда көп рецепт түрлерін салатын боламын. Мені қолдап, тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.